Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз бауырдан котлет жасаймыз. Өте денсаулыққа пайдалы, майлыны жақсы көрмейтін адамдарға дәл осы рецепті ұсынамын. Ешқандай артық қоспа жоқ, өте оңай жасалады. Біз осы котлетті духовкада пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Менің рецептіммен дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Бізге керекті заттар: дәл осылай котлетімізді мясорубкіден өткізіп аламыз. Және де бір жуамызды қосамыз, мясорубкіден тоже өткізіп аламыз. Одан кейін овсяный хлопьямызды, тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды қосып, жақсылап араластырып 20 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігі менде осындай кекстің ыдыстарына салатын боламын. Дәл осылай 2 қасықтан салып шығамыз. 20 минутта дайын болды менің котлеттерім. Мінекей соуспен, сметана соуспен жесеңіздер өте керемет болады. Мінекей біздің дәл осылай котлеттеріміз 20 минутта дайын болды. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны аса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.